мәселен біз балықлар, жаңа айтқан балықларға и насекомаларға келеміз. Біздер сол айтып өттік, балықлар мыңдаған миллиондаған икра уылдырық шашады, көбейеді. Олар сыртта тұқымдалады. Білесіздер ме, балықтарды еркегіде, ұрғашыда уылдырықты мәйек клеткалары, тұқым клеткалары сыртқа шашады. Сыртта болады тұқымнан. Бірақ олардың барлығынан балық рабожанбайды. Қараңыз, нелер цифрлы мағлұматтар беріп қойыпты. Балықлардың қойған уылдырығының тек 1-2% ғана не болады, жасап қалады. Қалғанның барлығы не болады, жыртқыштар тарапынан жоқ етіледі. Желінеді. Жеп қояды оны. Жыртқыш балықлар, басқа су организмдері. Қара тек 99% ғана не болуы балық айлануы. Яғни болмаса, насекомаларды айтып өтті жаңа, миллион ашым насекомалар мәйек қойылған сыртқа, сырт орталыққа қоядылар. Олардың тек 0,3, 0,5% ғана не болуы аман қалуы. Екінші айтқанымыздай, сыртқы қолайсыз факторлар тәсілінде жаңа айтқанымыздай кеселерлер, жыртқышлар, паразиттер тәсілінде не болуы ол кездесу мүмкін, яғни нағып болушылық процесі. Енді адамдарда да бұрынғы уақытлары ілім, медицина рауажламаған ерте дәуірлерде, әсіресе сол 20-19-шы орта ғасырлерге шейін адамдарда да не болған өлімшілік көп болған. Не себеп? Себебі медицина рауажламаған уақытлар. Mesela естіден шығарсыздар, бір уақытлары бағана айтқан эпидемиялар бар ма? Мәселен, оба деген кеселіктер, чума деген кеселіктер бар ғой, оба деген деп аталады. Яғни болмаса басқа да хақилы, холера, сүзек, қыс, басқа барлық жаңа айтқан эпидемиялар бар ма? Әзір оны естімесем, олар неден қырылып қалды деген. Демек, қазіргі уақытта адамдардың өлімшілігі жүдә негізді тәсейіп, халықтың саны сол үшін не батыпты, өсіп атыпты. Дүниесі бойынша. Қазір қанша болды Өзбекстанның халқы? 38 миллионға жетті, 2 есе көбейді қысқа уақыт ішінде. Енді өлімшіліктің нағып болушылықтың 3 типі бар екен. Бұны жасап қалу сызығы деп айтады, жасап қалушылық. Бірінші типі бүткіл өмірі давамы ұрыстық бойынша кетеді. Ұрыстық бойынша кітті емек бар оған. Бұл бірінші типі. Енді екінші типі бар өлімшіліктің. Екінші типі бұл басланғыш уақытында. Төмен жаңа айттым ғой, балықларда, насекомаларда кішкене уақытында ерлардың өлімшілік жоғары болады. Қырып қалады шетінен. Тек үлкен жасқа барған ақтары олардың десін батыпты, кешіктіріп батыпты. Нәтижеде мен өткенде айттым. Қаншадан қанша хайуандар жоқ болып кетіп шариғаттан. Кейінгі 400 жыл ішінде тоғайда, жер бетіндегі тоғайдың тең ярым не болған жоқ етілген. Сүт емізуші хайуанлардың 400 жыл ішінде кейінгі 79 түрі, 74 түрі, балықлардың 81 түрі, құслардың 130 түрі не болған жер бетінен түткілей жоқ етілген. Адамлардың айыбымен. Тек Қарақалпақстанның табиғатынан, Туран жолбарысы, гепард, Қызылқұм тау қошқары не болған жоқ етілген. Кімнің айыбымен? Адамның айыбымен. Демек, адам табиғаттағы ұсындай тәрбие низамдыларын бұзып, не қылып атыпты? Тұрақылықты жоқ етіп атыпты. Тұрақылықты бұзып атыпты, тәрбие тұрақылықты. Ал адам араласпаса, ол уақытта не болады? Табиғат өзін ретілестіруші өзгеріс болса, ол уақытта бірден саны көбейіп кетсе нағада, табиғатта, хайуанның саны, яғни өсімдіктің саны, ол уақытта табиғи мен айтқан жаңағыдай өзін ретілестіруші механизм іске қосылады. Ол қалай? Мен әзір мысалдармен түсіндіріп бере аламын. Нағада шымшылар популяциясында нормада өзі шымшылар 5-6 мәйек қояды бұяға көбеюден алдында. Егер де ол